Ақшасы көп досың жақсы я. Ақшасы көп досың жақсы. Онымен барғың келеді, онымен араласқың келеді, онымен сөйлескің келеді, онымен әңгімелескің келеді. Одан ақыл сұрайсың, жаңағыдай, ой, мынау қалай болды, мынау қалай болды. Ал ақшасы онша емес, ақшасы болмаған, жағдайы нашар болған досың болса, оны мүлде есіңнен шығарасың. Мүлде есіңнен шығарасың. Қазіргі таңда біздердің бүткіл жерімізде адамдармен мәміле жасауда, ата-анамызбен, әйелімізбен, бала-шағамызбен, достарымызбен, жалпы айтқанда жаңағыдай жұмыста бірге жасайтын жұмысшылармен бәрімен араласқан кезде бір ғана мақсат екен бізде. Дүние, атақ, абырой, мансап. Дүние, атақ, абырой, мансап. Дүниесі барлар жақсы араласамыз, дүниесі онша еместер, онша емес араласамыз. Бұл біздің дінімізге де, біздің дәстүрімізге де сай келетін жұмыс емес. Дінімізге де, дәстүрімізге де сай келетін жұмыс емес. Негізінде қайтаға сізге Аллах тағала мал дүние беріп жатса, сіз бай достар емес, кедей достардың жағдайын жасауға бұйырылғансыз әсілінде. Бізде қалай? Кедей достардың бәрі бір шетте қалады, ол дос та есептелмейді, әр заманда көріп қалайсың деп қояды. Басқа кезде оны менсінбейді де, оны бір жерге шақырмайды да.